Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Есімім Дәурен Төлбасы, математика пәнінің мұғалімін. Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Біз алдыңғы тақырыпта арифметика прогрессия туралы сабақтар өткен болатынбыз. Бүгін біз геометриялық прогрессиямен танысамыз. Егер бүгінгі тақырыбымыз қызықты әрі пайдалы болса, онда көруді жалғастырамыз. Достар, онда геометриялық прогрессияны бастайық. Сонымен жалпы геометриялық прогрессия дегеніміз не? Бірінші осыдан бастайық. Геометриялық прогрессия дегеніміз ол белгілі бір сандардың белгілі санға артуы, белгілі есе артуы немесе белгілі есе кішіреюі. Мысалы айтып өтейік. Бізде 1, 3, 9, 27, 81, 243 деп жалғасып кете беретін бізде тізбек бар. Бұл тізбек бізде геометриялық прогрессия деп атайды. Себебі бұл тізбек әр санға өткен кезде 3-ке артып жатыр. Яғни бұл жерде еселігі Q деп аталады. Q бізде 3-ке тең. Бұл геометриялық прогрессия 3-ке артады, яғни 3-ке артатынын айтып жатырмыз, әрбір сан сайын 3-ке артады. Яғни бұны мен қайталай берем, чтобы шатаспау үшін деп қойық. Әрине қалжың. Енді оқушылар, осы тізбек туралы айтайық. Біз Q-ді түсіндік, бұл Q 3-ке тең, және оқушылар әрбір әріптің, яғни тізбектің әрқайсының нумерациясы болады, сол нумерацияға тоқталайық. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай, 1 деген бұл тізбектің бірінші мүшесі. Яғни біз бұны V1 деп аламыз. Тізбектің бірінші мүшесін V1, яғни 1-ге тең. Тізбектің екінші мүшесі бұл бізде V2 деп аталады. Яғни тізбекте екінші тұрған сан 3. Тізбектің үшінші тұрған саны бұл бізде 9. Тізбектің төртінші тұрған саны 27. Тізбектің 5-ші тұрған саны 81, дәл солай кете береді. Яғни V деп атқанымыз не? Геометриялық прогрессияда қолданатын әріп. Яғни соның заңдылығы V1, яғни бірінші тізбектегі бірінші тұрған сан. Арифметикалық прогрессияда A1 болса, геометриялық прогрессияда V1 деп аталады. Енді оқушылар осымен таныс болдық. Енді осылар жаңағы Q-ге артады дедік. Енді Q-ді қалай табамыз? Бірден формуласын анықтап өтейік. Q-ді табу үшін мына V2-ні бөлеміз V1-ге. Алдыңғы мүшесін кейінгі мүшесіне бөлеміз. Яғни V2-ні V1-ге бөлеміз. Немесе V3 пен V2 берілсе, V3-ті V2-ге бөлеміз. V3-ті V2-ге де бөлсек, бізде Q шығады. Яғни дәл солай жалғас кете береді. Жарайды? Енді оқушылар, жалпы прогрессиямен танысып өтейік. V1, V2, V3, V4, V5 деп белгілейтін болсақ, V6 деп белгілейтін болсақ, бұлардың қандай қасиеттері бар? Жалпы бұлай оқушылар. Мен V1-ді Q-ға көбейтетін болсам, мен V2-ні алам. Яғни V2-ні алу үшін мен V1-ді Q-ға көбейтім. Енді мен V2-ні Q-ға көбейтетін болсам, мен V3-ті алам. Яғни V3-ге жету үшін мен V2-ні Q-ға көбейтім. Жалпы бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді мынаны бір қарап өтейікші. Мен мысалы V4-ті табуым керек. Мен V1-де тұрмын. Q-ді неше рет көбейтем. Қараңдар, мен мына жерде тұрмын. Мен V1-де тұрмын, маған V4-ке жету керек. Достар, маған V4-ке жету керек. Қараңдар, мен V1-де тұрмын. Неше рет Q-ға көбейтем? 1 рет, 2 рет, 3 рет. Онда мен Q-дің 3 дәрежесі деп жазам. Өйткені Q-ді өз-өзіне 3 рет көбейткенде Q-дің 3 дәрежесі болады. Немесе мынандай бір логиканы қараңдаршы. 1-ге 3-ті қоссақ, неше беріп тұр? 4-ті беріп тұр. Енді қарайық. Мен V6-ға баруым керек. V1-ді неше рет Q-ға көбейтем. Қараңдар. Мен V1-де тұрмын. Маған бару керек V6-ға. Неше рет көбейтем? 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет көбейтем. Яғни V6-ға жету үшін мен V1-ді 5 рет көбейтем. Немесе логикасы қандай? 1 қосу 5. Сонда біз бұл жерден қандай формула шығарамыз?
яғни біз кез келген мүшесіне барғымыз келетін болса, яғни n-ші мүшесіне барғымыз келсе, v1-ді көбейтеміз qn-1-ға. Яғни 1 мен n-1-ді қосқан кезде n шығу керек қой. 1-ге 5-ті қоссақ 6, 1-ге 3-ті қоссақ 4, яғни 1-ге n-1-ді қоссам қайттан n шығады. Яғни осы формуланы біз қолданамыз. Бұл vn-нің формуласы. Енді қараңдаршы, біз всегда v1-ден бастап бара бермейміз ғой. Мысалы, мен v2-ден бастап барғым келеді. Мысалы, v6-ға v2-ден барғым келеді. Онда қараңдаршы, v2-ден барғым келсе, q-ді қанша рет көбейтем? 4 рет көбейтем. Алдыңғы арифметикалық прогрессияда бар еді ғой. Ана 2 индексті қосатын болсақ, сан шығады. Бұл да дәл солай. 2-ге 4 қоссақ 6 болады, Мұны көріп тұрғанымыздай. Мұны немесе мына жерден көрсек болады. Қараңдар оқушылар, қазір көрсетемін қалай 4 болғанын. Так, кеттік. Мен v2-де тұрмын, маған v6-ға бару керек. Неше рет v-ға көбейтем? Мына жерде v4 бар. Так, неше рет q-ға көбейтем? 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет. v2-ден v6-ға жету үшін q-ді 4 рет көбейттім. Жақсы. Енді осыған байланысты бізде мынандай бір формула шығады. vn тең vk тең n-q. Яғни n-q-ға k-ны қоссам, k мен минус-q бірін-бірін жойып кетеді да, n-нің өзі қалады. Мұны формула. Так, жақсы. Енді оқушылар, q-дің кез келген жерден табу керек мәнін формуласын айтып кетейік. Ол бізде осы формулаға өте байланысты. q-дің n-q-ін табу үшін vn мүшесін vk-ға бөлеміз. Мысалы, бізде v5 берілген. v5 бізде 1, 2, 3, 4, 5, 81-ге тең. Және v2, мысалы, допустим, 3-ге тең. q-ді табуымыз керек. Не істейміз? q-ді табу үшін, яғни біз не істейміз? Қараңдар, 5-тен 2-ні азайтам 3. И v5-ті v2-ге бөлем. Формула бойынша қараңдар. vn-ді vk-ға бөлемін. n-q, яғни 5-тен 2-ні азайтам 3 дәреже деп жазамын. И мына жерде мен 5-дегі санды 81-ді 3-ге бөлем. Сонда q-дің 3 дәрежесі бұл 81-ді 3-ге бөлеміз. q-дің 3 дәрежесі 27. 27 деп атқанымыз бұл 3-дің 3 дәрежесі. И 3 пен 3 қысқарады. q тең 3. Айтпақшы, бұл жерде дәрежені жақсы білу қажет. Енді оқушылар, жалпы теория түсінікті деп ойлаймын. Онда есептерге кірсек. Егерде шамалы түсініксіз болып қалса, есептерді шығару арқылы спокойно түсініп аламыз. Кеттік. Сонымен бірінші есеп. v1 берілген, q берілген, v6-ны табу керек. Так, оқушылар, мен v1-де тұрмын, маған v6-ға жету керек. Не істеймін? q-ді 5 рет көбейтем. Сонда v6-ға жету үшін v1-ді деп атқанымыз 5. Осы 2-ні 5 рет өз-өзіне көбейтетін болсам, жалпы v6-ға жетем. q-дің орнына 2-ні қоям. Енді есептейміз. Бірінші дәреже орындалады. 2-нің 5 дәрежесі бұл бізде 32. 5-ті 32-ге көбейтсек 160-ға тең. Күшті. Енді екінші есеп. Бізде v4 берілген, q берілген, v1-ді табуымыз керек. Жаңағы формулаға салайық. Қарайық оқушылар, v4-ке жету үшін мен v1-ді неше рет q-ға көбейтем? 3 рет көбейтем, немесе 1-ге 3-ті қоссам 4. Жарай ма? Сонда v4-тің орнына 24 қоятын болсам, v1 менде белгісіз, q деп атқанымыз 3-тің 3 дәрежесі. 3-тің 3 дәрежесі 27, v1 тең 54. Мана жерде оқушылар орындарын ауысып жазасаңдар болады, ешқандай таңба қоймай. И v1-ді табу үшін 54-ті бөлеміз 27-ге. Сонда бізде v1 2-ге тең. Келесі үшінші есепке тоқталайық. v5 берілген, v1 берілген, q-ді табу керек. Жаңа мен айттым ғой, q-ді табу үшін 5-тен 1-ді азайтамыз дедім. Мына жерде v5-ті v1-ге бөлеміз. Сонда q-дің 4-ші дәрежесі 1350-ді бөлеміз 2-ге. 1350-ді 2-ге бөлетін болсақ, бізде 625. 625 дегеніміз 5-тің 4 дәрежесі. Так, біз енді о түбірді, 4 дәрежені құтылу үшін 4 дәрежелі түбірасты қоямыз 2 жаққа. Осы кезде 4 пен 4-тер бір-бірін қысқаратады. Сонда q тең плюс минус 5 болады. Енді қалай плюс минус 5 болды, соны айтып өтейін. Енді қараңдар оқушылар, егерде түбір біз
жұп түбірді қоятын болсақ, яғни түбірдің дәрежесі мына жерде 4 қой, жұп түбірді қоятын болсақ, онда шығатын мән плюс минуспен шығады. Жарай ма? Негізінде идеясы ретінде айтайын, негізі плюс минуспен шықпайды, негізі былай шығады. Q модуль Q тең 5 болып шығады, ал бұл жерден модульден шығарған кезде плюс минус 5 болады. Осы нәрсені ескеру қажет. Келесі есептерге тоқталайық. Номері 4-ші есеп. V13 берілген, Q берілген, V10 табу керек. Так, сонымен мен не істеймін? Енді давайте логично ойланып көрейікші. Мен V13-те тұрмын. V10-ға барушы мен не істеймін? Артқа қарай қайтамын ғой. Артқа қарай қайтқанда мен не істеймін? Бөлем. Яғни кейбір есептерді осылай шығарсақ болады. V10, V11, V12, түсіндіріп өте салайын, V13. Мен қараңдар, мен V10-ды табуым керек. Маған мынау берілген. Мен не істеймін? Артқа қарай қайтуым керекпін ғой, V10-ды табу үшін, дұрыс па? Онда мен не істеймін? V10-ды табу үшін V13-ті бөлемін Q-дің. Қанша рет артқа қайттым? 3 рет па? Q-дің 3 дәрежесіне бөлем. Артқа қарай қайтатын болса, мен бөлемін. Жарай ма? Алға қарай баратын болсақ, көбейтеміз. Осылайында да есепті шығарсақ болады. V13 деген 18, Q деген минус 3-дің 3 дәрежесі. Сонда 18 бөлінген минус 27. Бұлар 9-ға қысқарады. Минус 2 бөлінген. Так, 3-ке қысқартсақ, 9-ға қысқартсақ, минус 2 бөлінген. 9 емес, мына жерде 3 болады. Келесі 5-ші тапсырма. V8 бен V10 берілген, бізге Q-ді табуымыз керек. Жаңағы формула бойынша қараңдар, 10-нан 8-ді азайтам 2, и V10-ды V8-ге бөлемін. 52-ні 13-ке бөлем, сонда 4. Q-дің квадраты 4-ке тең, екі жағына түбірасты қоямыз. Түбір мен Q жойылады. Яғни қараңдар, мына жерде түбірдің дәрежесі 2 екен білеміз. Онда бұл модуль Q болып түседі. Түбірасы 4-тен 2 болып шығады. Сонда Q тең плюс минус 2-ке тең. Келесі 6-шы есеп. V3, V9 берілген, V15 табу керек. Енді бұл жерде логикалық түрде қарап өтейік. V3-тен V9-ға барды. Яғни қанша сан аттаватыр? 6 сан аттаватыр. Және 9-дан қаншаға барып жатыр? 15-ке барып жатыр. Тағы да 6 сан аттап жатыр. 6 сан аттаған кезде не болды? Біздің еселігіміз 5 есе артты. 5-тен 25-ке барды. Енді тағы да 6 сан аттатын болса, онда бұл тағы да 5 есе артады. Сонда біздің 15-іміз 25-те 5-ке көбейтсек 125 болады. Міне біздің есебіміз дайын. Немесе бұл есепті оқушылар кәдімгі шығару жолымен де шығарсақ болады. Бірінші Q-ді тауып аламыз. Так, 9-дан 3-ті азайтамыз 6, 25-ті, яғни V9-ды бөлеміз V3-ке. V9 деп атқанымыз 25 бөлеміз 5-ке. Сонда Q6 бізге 5-ке тең. Енді қараңдар оқушылар, мен V15-ке баруым керек, V9-ды нешеге көбейтуім керек, Q-дің 6-сына көбейтуім керек. V15 тең V9 деп атқан менде 25, Q6 5. Қайтадан көбейтіндісі менде 125-ті береді. Яғни қалай шығарсан да, сол жауап шығады. Яғни мені түсіне алып жатырық деп ойлаймын, яғни геометриялық прогрессия түсінікті болып жатқан шығар. Келесі оқушылар бізде есепте бізде не сұрап жатыр? Мүшелер санын сұрап жатыр. Так, қараңдар, мынау бірінші тұрған сан, бұл бізде V1, мынау бізде V2, және мынау бізде Vn. Нешінші мүшесі екен білмейміз, сондықтан бұл бізде Vn. Енді Q-ді табу үшін біз айттық, V2-ні V1-ге бөлеміз деп. V2 менде 2-ден 1, соны бөлеміз 4-ден 1-ге. 4-ден 1-ге бөлгенде мына 4 ең үстіне санға көбейтіледі, мына 1 мұнда көбейтіледі. Сонда 4-ті 1-ге көбейтсек 4, 1-ді 2-ге көбейтсек 2, яғни Q бізде 2-ге тең. Енді Vn-нің формуласы қандай еді? Бұл жерде Vn-нің формуласын қолдану керек, басқа вариант бізде жоқ. Онда V1 Qn-1 еді. Енді Vn деп атқанымыз бұл бізде 32-ге тең, 32-ге тең деп жазып береміз. V1 менде 4-тен 1-ге тең. Q менде 2 шықты, соның n-1 дәрежесі тең 32. 4-тен 1-де 4 деген 2-нің квадраты ғой,
4 деген 2-ның квадраты, мынау 2-ның n-1 дәрежесі, 32 деген 2-ның 5 дәрежесі. Жоғары қарай көтерсек, 2-ның -2 дәрежесі 2-ның n-1 тең 2-ның 5 дәрежесі. Негіздері бірде болса, дәрежелерін қосамыз. -2 қосамыз, n-1-ді тең 2-ның 5 дәрежесі. Так, негіздері бірде болса алып тастаймыз. Онда -2 қосылған n-1 тең 5. Сонда n тең 5 қосу 2 қосу 1, n тең қанша болады? 8-ге тең болады. Біздің есеп. Күшті, иә? Ары қарай жалғастырайық оқушылар. Номері 8-ші есепке келдік. V5 минус V3 наған тең, V4 минус V2 наған тең, V1 мен V3-тің көбейтіндісін тап. Оқушылар, егерде осындай есепте келетін болса, барлығын V1 мен Q-ға келтіреміз. V5 дегеніміз не? V5 дегеніміз V1 көбейту Q4. V3 дегеніміз не? V1 көбейту Q2. Осы бізде 144-ке тең. Дәл сол секілді V4 дегеніміз не? V1 Q3. Және V2 дегеніміз не? V1 Q1. Осы менде 48-ге тең. Енді осы жерден біз ортақ мүшені сыртқа қарай шығарамыз. Екеуінде де V1 бар, Q4, Q2, Q2-ның дәрежесі сыртқа қарай шығады. Енді қараңдар, Q4-тен Q2-ны азайтсақ, Q2 қалады. Қараңдар, мынаның өзі толық шығып кетті ғой, бұның алдында көрінбейтін бір бар. Сол бір ғана жақшаның ішінде қалады. Бөлімінде V1-ді және Q-ді шығаратын болсақ, 1 дәрежесін, Q-дің 2 дәрежесі -1 болады. 144 пен 48 бір-біріне бөлеміз. 144 48-де қысқарады, 3 мұнда 1, Q квадраттар қысқарады, мыналар қысқарады. Q-дің 2 дәрежесі Q-дің қысқарады. Сонда Q тең 3. Біздің Q-іміз 3-ке тең. Енді осы Q-дің орнына 3-ті қойып, V1-ді тауып аламыз. Мына жерде 2 теңдеудің біріне қойсақ болады. Мысалы, төменгісіне қойық. V1 Q3 минус V1 Q1 тең 48. Q-дің орнына 3-ті қоямыз. V1 3-тің кубы 27 минус V1 көбейту 3 тең 48. Енді 27-тен 3-ті азайтсақ, бізде 24 V1 тең 48. И V1-ді табу үшін 48-ді 24-ке бөлеміз. Бізде 2 шықты. Біздің V1-іміз бар, 2. Енді V3-ті табайық. V3 деп атқанымыз V1 Q квадрат. V1 деп атқанымыз 2, Q деп атқанымыз 3, 3-тің квадраты 9, 2 көбейтеміз 18. Сонда V1 көбейту V3 деп атқанымыз, V1 деп атқанымыз 2, V1 деп атқанымыз 18, көбейтеміз 36-ға тең. По времени сколько? Әдемі келе жатырмыз. Так, енді келесі есепке тоқталайық. Келесі есепте өте қызықты есептердің бірі. Давайте шарт ұстайық. Тур осындай, қараңдар, V3 деп атқанымыз не? V1 Q квадрат. V4 деп атқанымыз не? V1 Q3. Так, мен шамалы тезірек жазам, қарап отырайық. V2 деп атқанымыз V1 Q, мынау V1 Q квадрат тең 18. Енді жаңа жақсан сыртына V1-ді шығарамыз, Q-дің квадратын сыртқа шығарамыз. Мынаның өзін толық сыртқа шығарамыздан, бұның алдына көрінбейтін бір бар, бірді қойып жазып кетеміз. Мұнда Q квадрат сыртқа шығардық, сонда Q қалады. Тең 36. Енді мұнда V1 Q-ді сыртқа қарай шығаратын болсақ, жақшаның ішінде 1 плюс Q тең 18. Бұларды бір-біріне бөлеміз. 1 плюс Q-лар бір-бірімен қысқарады, V1 қысқарады, Q мен Q квадрат қысқарады, 36 мен 18 мұнда 2. Сонда Q менде 2-ке тең. Енді Q-дің орнына 2-ні қойып, мен V1-ді тауып алам. Екіншісіне қойын. V1 Q плюс V1 Q квадрат тең 18 деген жерге Q-дің орнына 2-ні қоямын. Қосылған V1 2-ның квадраты тең 18. 2-ның квадраты 4, оған 2-ні қосақ 6, V1 тең 18. V1-ді табу үшін 18-ді 6-ға бөлеміз. V1 бізде 3-ке тең. V5 деп атқанымыз не? Бұл V1 Q4-тен тұрады. V1 деп атқанымыз 3, Q деп атқанымыз 2-ның 4 дәрежесі. 3 көбейту 16 тең 48. Және оқушылар, номері ең соңғы есепке тоқталайық. Геометриялық неше мүшеден тұратын табуымыз керек. Мына бізде V1, мына бізде Vn, мына бізде V2. Мен бірден Q-дің 4 екенін тауып алдым, яғни 12-ні 3-ке бөлсек 4. Енді формула. Vn-ның формуласы қандай еді бізде? V1 көбейтілген Qn-1. Vn-ның орнына 3072-ні қоямыз, тең. V1-дің орнына 3-ті қоямыз, Q-дің орнына 4-ті қоямыз, n-1. Мына жерде көбейту.
3 көбейтілген 4-тің n-1 дәрежесі 3072. Енді 4-тің n-1 дәрежесі 3072-ні бөлеміз 3-ке. 4-тің n-1 дәрежесі тең 1024 болады. 4 дегеніміз 2-ның 2 дәрежесі, n-1 жақшада 1024 дегеніміз 2-ның 10 дәрежесі. 2-дер кетеді. Сонда 2-ні n-1 тең 10 қалды. Жақшаны ашамыз. 2n-2 тең 10. 2n тең -2 плюс 2 өтеді. 12 n тең 12-ні 2-ке бөлеміз 6. Сонда 3072 дегеніміз тізбектің 6-шы мүшесі. Оқушылар, біз геометриялық прогрессияны аяқтадық. Түсінікті деп ойлаймын оқушылар. Жақсылап бір қарап алайық. Егер менің идеямды түсінген болсаңдар, мұндай есептердің барлығы жылдам әрі тез шығады. Главный идеясын түсіну. Ойланып көрейік. V6-ға жету үшін V1-ді неше рет Q-ға көбейтеміз? Яғни 5 рет көбейтеміз, себебі 1 мен 5 қоссақ 6 болады. Сол нәрселерді түсініп алайық. Жақсы достар, барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше, келесі сабақ геометриялық прогрессияның қосындысы. Сау саламатта болыңыздар.